Сәлем достар, бұл влогтың аты жоқ 13+ продакшн топ. Я достар, біздің Макс ағай мен Махаббат апай 13+ деген продакшн ашты. Біз соның ашылу кешіндеміз. Бізде бүгін дискотека ретро стильде. Қараңдар, бәрі пар-пармен билеп жүр. Бағдаулет, біз не деп сұхбат береміз? Сол ғой, не айтамыз? Ой, бәрін айтыңдар. Мысалы, қалай пара болғандарыңды. Біз негізі әлі пара емеспіз. Онда басқа паралар туралы айтыңдар. Ал оны өздері айтар. Ал бұл біздің ең сүйкімді парчикамыз. Біз әлі пара емеспіз, если что. Жоқпыз, парамыз. Мен жауабын әлі айтпадым ғой. Қандай жауап? Не айтып кеттіңдер? Қаншайым? Ау. Не ғой? Қызым боласың ба? Мен ба? Оғанам, кешкісін айтам. Жарайды, жауабын күтем. Ей, жауабын әлі айтпапты ғой. Сен несіне уверен болып отсың? Мен жауабын біліп тұрмын ғой. Размечтался, қазір вообще айтпай қоям. Болды, ренжіді. Кешірші, айтшы. Айтпайым дедім ғой, все, точка. О, мұнау біздің ұрыспайтын парчикамыз. Сұхбат бермей кел, көп болды шығып қаптың ғой. Ойбай, сен шығып қалсаң, біз не болдық? Арамызда ең звездасы сен ғой. Кімнің қызасы? Қош, ұят қой. Ойнайтын. Екеуің қашан, қалай таныстыңдар? Екеуміз бе, так, түсірілімде таныстық. Сосын еще помню, ол медиалагерге кетті. Сосын мен оны сағынып. Айтпақшы, мен лагерге барам. Қандай лагер? Медиалагер. Медиалагер. Ол жерде тек қана қыздар болады ғой, Неге қыздар? Ұлдар да болады. Ұлдар. Сен не ма, ол лагерге қатыспай қойсаң болмай ма? Қалай қатыспайсың? Медиалагер ғой ол. Сабақтар болады. Жақсы нәрселер үйретеді. Жоқ, енді. Ой, мені қолдамайсың ба сонда? Той бір. Жан, Сая. Мен де барайын сол лагерге. Бірақ қалай барам?
Аяу, қалайсың? Жақсы, өзің қайсың? Саған бір сыйлығым бар еді. Қандай? Тыңдашы. Сен вальск бола ма? Үміт оты күнімді жалайсың. Сән көргіңді көргенде елжіреді, баурап бен алғайсың. Қадірім нұр ойнаған, дидарыңнан еріксіз таң. Маған бұрын ешкім бұлай ән арнамаған. Сабыр Рахмет. Сені ойлағанда бірден осы ән есіме келеді. Сен де осы ән секілді менің жүрегім жауладың. Аяулым, айғын менен таңымай, ақмаңдай арманым айдындай. Аяулым, айғын менен таңымай, ақмаңдай арманым айдындай. Айқын бейнен таңымай, ақмаңдай арманым айдындай. Амина, Нұрали, екеуіңнің бастарыңнан өткен бір қызықты оқиғаны айтып беріңдерші. Басымыздан не өтпеді, қайсы бірін айтайын? Ойланып алу керек. Мәйші, ойланасың ба? Енді мұндай оқиғалар көп болды, сол үшін ойлану керек. Жарайды. Есіме түсті. Ол оқиға ауылда болған. Келуін келдім, мен ішке қалай кірем? Кіргенде не айтам? Аминаға келдім десем бір түрлі ғой. Нұрали, сәлем. Амина, сәлем. Сәлем, немен істеп жүрсің? Мен жай саған келгем. Маған? Я, саған. Не үшін? Жай сені бір көріп кетейін деп. Мен берген хатты оқыдыңдар ма? Я, қыздар болып жабылып оқыды. Жабылып? Ұнады ма? Ой, ұнады ма деппін ғой. Ханшайым не деді? Сонда саған менің емес, Ханшайымның ойы қызығырақ болып тұр ма? Ой, Ханшайым деппін ғой. Мен саған, Расул Ханшайымға дегендей сол ойларыңды білгіміз келген. Онда біздің де ойымыз құпия болып қалсын. Неге құпия? Амина, тоқташ. Маған бірінші ойланып барып сөйлеп үйрену керек еді. Шынымен де қызық болыпты ғой. Сол кезде неге құпия дедің? Сол, айтуға болмайды. Ой өтіп кетті ғой, қазір айта берсей. Құпия дедім ба, құпия? Адамды қызықтырып қойып айтпау сен бір ерекшелігің, иә? Иә. Интервьюіміздің хит парочкасы Ера мен Медина бізде бүгін қонақта. Всем привет, ребята. Сәлем. Ералы, осы Медина екеуің қай тілде сөйлесесіңдер? Әр кезде әр қалай, бірақ бәрі білет, что Медина орысша, мен қазақша сөйлейтінді. Солай бәрі сұрап жатады бізді. Қалай түсінесіңдер бір-бірлеріңді деп. Я, мен де соны сұрағым келген. Негізі махаббатты жүрекпен түсінген дұрыс деп ойлаймын. Бізге қай тілде сөйлесетініміз маңызды емес, ең бастысы бір-бірімізді жүрегімізден түсінеміз. Не деген жауап? Я сейчас ничего не поняла, что он сказал, но, кстати, дискотека проходит очень классно. Міне, осылай түсінеміз бір-бірімізді. Қатты уайымдап керек емес деп өзі айтып, бірақ артынша өзі қатты уайымдап кеткен. Алуна, ауылдағы өмір қалай екен? Ауылды есіме түсірсем, автобус есіме түседі.
сол кезде қатты қорықтым. Девочки, вы бы знали, как мне было страшно. Я очень боялась. Ну сейчас же все хорошо, не переживай. А Луна, если бы ты потерялась, мы бы все равно тебя нашли. Ты же наша самая близкая подруга. Да, я знаю, спасибо, конечно. Но все равно я очень сильно боялась. Ауылда қалып қаламын деп қорықтым. Ну знаешь, страх человека — это нормально. В такие моменты очень важна поддержка близких. Но, к сожалению, мы не могли быть рядом. Знаете, еще мне очень было стыдно за то, что я была стервой. На самом деле, ауылдың адамдары такие хорошие, а я их обидела. Олар шынымен жақсы адамдар. Я слышала, что они помогают бабушке, потому что она одинокая. Қыздар, рахмет сендерге. Сейчас у нас в гостях Айназик. Айназик, добро пожаловать. Айта бер қазақша, мен қазақша түсіне берем. Ай, жарайсың. Біздің Айназик ауылға барып қазақша сөйлеуді үйреніп келді. Иә. Бірінші рет ауылға барғанда маған ауыл вообще ұнаған жоқ. Тым условия жоқ, еще автобус сынды. Бірақ кетер кезде ауылды қимадым. О, біздің тәтті балмұздақтар келді. Вообще-то тәтті балмұздақтар емес, айскрим. Енді қазақша аудармасы тәтті балмұздақтар ғой. Жарайды, сенікі дұрыс. Қыздар, менің бір сұрағым бар. Осы сендер қалай группа болып кеттіңдер? Ой, ұзақ әңгіме ғой. Қыздар, болды ғой? Айтты ғой жаңа басқаша бастаймыз деп. Бастамай жатып қателесіп жатырмыз ғой. Енді билей алмасақ не істейміз? Қорықпаңдар, қазір көрсетеміз қалай билеу керегін. Не деген бізден қалған ғой? Қыздар, бізді осылай биде алады деп ойлайсыңдар ма? Қорықпаңдар, қолдарынан келеді. Ойындамаңдар, бәрін үйретеміз ғой. Міне, осылай болды. Айтпақшы, Бағдәулет, сендер неге мейірімге бірге сұхбат бермейсіңдер? Қойыңдар, қыздар, біз әлі кішкентаймыз. Сенің бараң қайда? Жалғыз өзің сұхбат бересің бе? Менің парам жоқ, сұхбат өзім берем. О, енді дұрыс болды. Нұрдәулет? Енді сұрағыңды қоя бер. Екеуің қай уақыттан пара болып жүрсіңдер? Қуасың ба, қайдағы пара? Не үшін жасырамыз, Үнжі Маржан? Қуасың ба, бұны папа көреді ғой. Көре берсін. О, міне, қызық басталды. Бағдәулет, осы жерін қиып таста. Нұрдау, саған мұнда ешкім отырсын деген жоқ. Сен ұрсып шаршамадың ба? Шаршамаймын да. Братан, мынандай ұрысқа қыз не қыласың? Оны өскенде өзің түсінесің. Нұрдау, қашан үлгеріп жүрсің? Сенде паршке емес едіңдер ғой? Ол енді келесі сезонның әңгімесі. Түнгі қала жарық, бүгін бейкеші, мамаңнан сұранып, шықшы бейкешім, мен сен шақырам, бүгін бейге, тек өзім апарам, сосын үйге. Қосылсын әуен, естілсін дауыс, тербеші әуенмен қуатыңды тауыс, қалсын күш тоқтап, биле қарамай, алшы құшақта, менде жоқ ара. Қызығып қарап тұр, аспандағы ай, шақырғым келіп тұр, сені беге жай. Ұялма, ұяң ару босқа, айналамыз ұялсаң, жай ғана досқа. Түнгі қала жарық, бүгін бейкеші,
мамаңнан сұранып шықшы бикешім мен сен шақырам бүгін биге тек өзім апарам сосын үйге қосылсын әуен естілсін дауыс тербеші әуенмен қуатыңды тауыс қалсын күш тоқтап биле қарамай алшы құшақта менде жоқ арам қолыңнан ұстасам сол жетеді жай жүзіңе қарасам мендік жүректай ұялма ұяңару бетіңнен бір сүйсем де жетеді мың жылдық қару көйлегің шағады майдай жанға сан керек мендей жанба сан кедергі әлгі жандар үйді кел биге тек көңілді күйге бикештегі сұлу бикеш биле сен дегенде міне жағымды сенбегенде оңай табылды ойлағанымның барлығы ау керім иесің сенің басымды айналдырдым менің түнгі қала жарық бүгін бикеші мамаңнан сұранып шықшы бикешім мен сен шақырам бүгін биге тек өзім апарам сосын үйге қосылсын әуен естілсін дауыс тербеші әуенмен қуатыңды тауыс қалсын күш тоқтап биле қарамай алшы құшақта менде жоқ арам бой ал ортасында автобус сынып қалды. Енді не істеймін деп іздеп, үйтіп дүсем, мақсат сынды кетті оны. Сол мақсат бағу өмірінде қанша месат етті бұл айтқанда. Акасы махаббаттың бірсі екен ғой. Мен оны жақсы көзісім. Барлық жағдайын істеуім, бауын байлап беруім. Ау аттан мақсатқа барды. Аубай. Мен қалаң адаммын ғой. Мен бейім ғой, кім... Дұрыс, сөйдеп айтады ғой қазір. Мен білмеймін кім бар екен. Автобусымды да өзі кішкене жақсы көрмей кеттім ба. Сәлем достар! Қалайсыздар? Біздің четверканың аты Hot Girls! Бір қызықты оқиғаны айтып беріңдерші. Мен кеше соңғы сахнада ол кезде Ералы, Медина және де Айзере, сосын мен болдым. Одан кейін мен ол кезде болмадым ол сахнада. Бірақ мен бүйтіп бір шетте арттарында қарай чипсы жеп, телефон көріп отқан кезде олар дайындалып отты сол кезде деген. Маған қызық болды да, сол кезде қараған кезде Жаңгүл апаймен бүкіл күлді да, одан кейін сол сахнаға мені қосып қойды. Сосын деген күлді да, сосын сөйтіп ойнап отыра бердім. Маған сол қызық болды әйтеуір. Маған, это конкретно было, когда мы пришли на медиаканикул, когда мы показывали головоломку, тогда мне этот момент очень запомнился. Когда кто-то орет, кто-то тихо. Я, біз медиалагерге келеміз, сол кезде бір апай тапсырма береді да. Бізді топқа бөледі, сол кезде бірінші мен екіншінің. Бірінші топ, екінші стендер дейді да. Сол кезде екінші топ андай шу аватырандай. Деп абысқа қоймай. Изначально негізі екеуі де күшті болды, маған ана ұнайды. Ерал бөпе болып. Екінші сезон импровизация болды, а бірінші сезон ол тоже күшті болды негізі. Да, только мы слова уже выучили. Еще Жансая біткен кіші, сендер неге мені бөле бересіңдер деген көрді. Сосын деген бізде, осы
екінші лагерьдің ана кеше деген түсіргенбіз ғой, ана тасбақалар келді деген маған қызық болды. Да. Иә, сол кезде. Типа ана 4 қыз бар ғой, Үнка, Жансая, Айзере, Медина дегендерді тасбақа қыламыз. Бізден бұрын бөлініп шығып кетеді, ақыр соңында тасбақа болып кешігіп жүреді. Соғы? Екінші сезондағы ең сүйікті парочкаларың? Менің ең сүйікті жұбым ол Амина мен Нұрали. Екеуі прям күшті жарасат бар ғой. Менің Аяулым мен Мержан. Просто они такие милашки. Да, кстати, екеуі де күшті жарасат. Мне кажется, екінші сезонда все парочки такие миленькие, прям классные, супер. Ну, Қыздар, сендерде қандай жаңалық бар? Біз бәрін айтамыз. Нико, подожди, пусть сами посмотрят. Хорошо. Ждите! Еркелеткен сөздерің ұнайды маған, жалыннан көздерің ұнайды маған, бір өзіңмен сырласқан ұнайды маған. Себебі сен жасырмайсың көңілдегі барыңды. Себебі сен ұқсамайсың басқаларға кәдімгі. Сен жалғансыз шынайы осындайсың себебі. Сол мінезің ұнайды, сенсің маған керегі. Ұнайды маған, еркелеткен сөздерің ұнайды маған, жалынатқан көздерің ұнайды маған, бір өзіңмен сырласқан